Да, баласақан мен алдында айтқам, типа мен кішкене бір симпатия болып сөз сала салатын адам емеспін. Мен сәл-пәл бір бақылағым келеді, қалай деген сияқты қылып ше. И кішкене бір-екі рет тілдесіп қалғанымыз бар. И содан кейін мен түсіндім, что Аруна маған ұнайтын. Конкретно как есть айтып. Иә, мен просто андай болады ғой балаусақаным енді. Андай шынымен де ол моментте Нұрзат кеп қалды. Мен сол кезде вальсқа шақырғанымда жай емес болды балаусақаным, шыны керек. Одан кейін үміткер кеп қалғаннан кейін ондай бір солидарность деген нәрсені үміткер былай бұзғым келген жоқ арасындағы. Шыны керек болды. Ал қазір мен түрткі болды енді, қазір тұрып айтып жатсыз ғой. Иә, қазір мен енді шыдай алмай кеттім. Бағанан бері енді Арунаға андай әңгіме айтылып жатыр. Сырттан да жазып жатқандар бар, білемін да ол нәрсенің бәрін. Былай айтқанда Арунаға сөз тигенде қаламаймын мен. Шыны керек ол нәрсе маған батып жүр балаусақан. Осы жерде мен қосылсам болады ма? Кетсе жаным. Мен саған жалғасқан жоқпын ғой. Мен просто осы сәтте шынымен Арунамен танысып көргім келеді балаусақан. Жоқ, Алишер. Бұрынғы жүрген жігіттермен жас бала емеспін мен саған. Мен бір-ақ рет қана айтамын. Мен бір сөйлейтін адаммын. Мысалы, көріп тұрған үйдегілердің бәрі. Сол үшін мен сені бақытты етуге шынымен де сенімдімін өзім. Сенімен бір танысып көргім келеді. Соңғы сөзің күшті өтіп кетті маған бар ғой. Ұнады маған күшті. Балаусақаным енді үміткерлер келсе де былай таныстық бастаймыз ғой. Сол үшін мен Алишерге бір мүмкіндік беріп көргім келеді. Жақсы, Алишер. Енді жайғассаңыз болады. Иә, Арунаның қасына. Енді меніңше Аруна үміткер келсе де деп айтып жатсыз, бірақ осы таныстықты сіз қуана бастаған сияқтысыз, енді білмеймін. Күліп тұрып, езуіңіз жиылмай. Ал мен үшін енді білмеймін, күтпей қалдым да Алишерден ондай. Біз алдында тамақтанып отырған кезде, енді біз жалғыз емес, қатысушылармен тамақтанып отырған кезде әжем хабарласып қалған болады. Сол кезде Алишердің бір ойнап айтып қалғаны бар еді да. Жаңағыдай, тәте қызыңызды маған бересіз ба деп күліп ойнап айтып қалды да. Сол кезде, "Я, жақсы баласың ғой сен, Алишер" деп әжем сондай бір сол кезден бастап айтып жүрген болып тұр ғой. Я, Алишер, енді айтшы, егер де Аруна жаңағы жерде жоқ десе, не істейсіз? Әрі қарай ерегесіп бір басқа бір қыздың Аиданың ба қолынан ұстап кетіп қалайын тұрған жоқсыз ба? Балаусақан, мен жаңа айта кеттім ғой, енді мен ондай жастан өтіп кеттім, ерегесіп бір жүретіндей ше. Менде қазір ондай бір нәрсеге уақытым жоқ, жыңғып бүйтіп жүретін нәрсеге. Мен жасым 25 келді, мен үйленуім керекпін деген сияқты.